Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге итмұрын жемістері туралы айтатын боламын. Итмұрын роза тұқымдасына жататын өсімдік. Итмұрын жемісінде С витамині өте мол. Тіпті лимон мен апельсинге қарағанда 10 есе көп. Сонымен бірге итмұрын жемісінде П, К витаминдері бар. Флавоноид, каротиноид, пектин, антиоксиданттар бар. Сондықтан итмұрын жемісі адам ағзасына өте пайдалы болып келеді. Ол артриті бар науқастарға ем ретінде қолданылады. Жүрек ауруларында, қабыну кезінде ауруды басатын қасиеті де бар. Зат алмасу процесіне айтарлықтай көмегі бар. Түрлі инфекция кезінде ағзаның қорғаныш қабілетін арттырады, қартаю процесін тежейді. Итмұрын шайын үнемі ішіп жүрген адамдарда онкологиялық аурулардың өршімейтіні туралы мәліметтер бар. Өйткені С витаминінің көптігімен байланысты болса керек. С витамині ағзада неғұрлым көбірек түсетін болса, адам ағзасы инфекциялық аурулардан ауырмайтыны белгілі. Сондай-ақ итмұрын жемісі бұл күшті иммуностимуляциялық бактериоциттік қабынуға қарсы және өт айдайтын өтті жүргізетін құрал болып табылады. Қарсы көрсетілімдері бар. Бұл итмұрын жемістерін асқазанда гастриті бар науқастар, асқазанда жарасы бар науқастарға, аяғы ауыр әйелдерге пайдаланбаған жөн. Айта кететін тағы бір нәрсе, итмұрын жемістерін шамадан тыс қолдануға да болмайды. Кәдімгі шай ұқсатып, демдеп алып, бір ішкенде 5-6 кеседен ішетін болса, асқазан ауырады, асқазан қыжылы байқалады, жүрек айнып, құсқысы келуі әбден мүмкін. Сондықтан әр ішкенде 2 кеседен артық ішпеңіз. Мысалы, таңертең 2 кесе, түсте 2 кесе, кешке 2 кесе ішсеңіз, бір күндік норма сонымен бітеді. Яғни бір күнде 6 кесе ішсеңіз әбден жеткілікті. Сонымен бірге ең дұрысы дәрігерлермен кеңесіп алып барып пайдаланғаныңыз дұрыс. Өйткені асқазанда жарасы бар, гастриті бар науқастар ішсе, асқазаннан қан кету қаупі бар, жараның аузы ашылып кетеді. Тіпті жемістерінен жасалған сұйық майлар сатылады дәріханаларда. Соның өзін рецептсіз дәрігердің кеңесінсіз пайдаланатын болсаңыз, қант диабетімен ауыратын науқастарға, бүйрегінде тасы бар науқастар, анемиямен ауыратындарға, ота жасалған кісілерге, түрлі қан ауруымен ауыратындарға бұл аса қауіпті болып келеді екен. Сонымен бірге дәріханада осы итмұрынның піскен жемістерінің кептірілген күйіндегі түрлері сатылады. Сонымен бірге сироп түріндегі тұнбалары болады, таблеткасы, экстракттары сатылымда бар. Халық медицинасында ішек ауруларын осы итмұрын жемісімен емдеген. Туберкулез, бауыр ауру, ішек аурулары, асқазанды емдеген. Ал оның тамырымен малярия, қуықтағы тасты ерткен екен. Бауыр, диарея, осы ауруларды емдеген. Ал итмұрын жемісіндегі тұқымдарын жинап, оны ұнтақтап, ал итмұрын жемісінің, мысалына итмұрын жемісінің ішінде тұқымдары болады. Осы тұқымдарын алып ұнтақтайтын болсаңыздар, осы итмұрынның жемісін ішін ашқан кезде бір тұқымдар шығады майда. Осы тұқымдарды ұнтақтайтын болсаңыздар, ол күйген жерлерді емдеуге өте жақсы қолдануға болады. Күйген жерді тез жазылуына, әртүрлі асқынулардың болмауына көмегі бар. Сонымен бірге дерматитті де осы ұнтақталған тұқымымен емдейді. Сонымен бірге итмұрын жемістерін кулинарияда, яғни асханада жақсы
кең қолданыста қолдануға болады. Мысалға, итмұрын жемістерінен варенье жасауға повидла, мармелад, пастила, компот, кәмпиттер, кисель, квас жасайды. Ал швед асханасында армяндарда оны сорпа тамақтарға, яғни сұйық тамақтарға қосады екен. Сонымен бірге шай демдеп ішеді, түрлі тұздықтар жасайды, сонымен бірге шарап жасайды, вино, яғни алкоголь өнімдеріне қосады екен. Енді сақталуына келетін болсақ, егерде құрғақ жемістерін шыны ыдысқа аузын жауып сақтайтын болсаңыз, 2 жылға дейін сақтай беруіңізге, пайдалана беруіңізге болады. Ол оның пайдалылығын жоймайды. Сонымен бірге қолданылу мен тұтыну жолына келетін болсақ, бұны кәдімгі термосқа ыстық суды құясыз, сосын итмұрын жемістерін саласыз. Сөйтіп, 1 сағаттан кейін оны шай ретінде пайдалана беруге болады. Енді бұл итмұрын жемістерін міне жаңағы кептіріп қоясыз, әбден кепкеннен кейін шыны ыдысқа салып қоясыз. Сөйтіп аузын жауып, көбіне қыстың күні пайдаланған, көктем кезінде пайдаланған жақсы, өйткені сол кезде адамның ағзасы түрлі витаминдер қорынан айырылып әлсірей бастайды. Қыстың күні ОРВИ, әртүрлі жедел инфекциялық аурулар көп болады. Жұқпалы ауа тамшылары арқылы тарап адамға тұмау, жөтел сияқты аурулар пайда болған кезде осыны профилактика ретінде ішсеңіздер де жақсы көмектеседі. Сіздермен бірге болған Айнұр Оразымбетова. Айнұр Оразымбетова деген парақшаға жазылып қойыңыздар, өйткені менің арнамда денсаулыққа байланысты, денсаулыққа дәрісіз ем түрлері, табиғи жолмен емделу жолдары, көптеген пайдалы ем түрлері болады. Сол туралы көптеген видеолар, ақпараттар бар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің парақшама жазылып қойыңыз. Егерде ақпарат қызық болған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Итмұрын жемісін Қытай медицинасы да өте жақсы қолданып келеді. Кез келген ауруды емдеуде итмұрын жемісін олар қолданысқа қосады. Итмұрынның әртүрлі түрлері де болады. Негізінде осындай майда дөңгелек түрлері қолданысқа өте жақсы келеді. Алайда сопақ түрлері де бар, ірі түрлері де бар. Қайсы болса да итмұрын өте пайдалы жеміс. Жалпы роза гүлдері, яғни раушан гүлдерінің өзі осы қолданыста медицинада өте жақсы қолданылып келеді. Әр түрлі ауруларға қолданылып келеді. Сондықтан итмұрында осы роза тұқымдасына жататын болғандықтан дәл сондай қасиетке ие. Құрметті оқырмандарым, бүгінге осы 364 түрлі аурудан аман болыңыздар, ауырмаңыздар, дендеріңіз әрдайым сау болсын. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.